Бисмиллахир-рахманир-рахим. 3-ші сабақ 9-шы бөлім. Дайын болған өнімді шұбалшандардан қалай бөліп аламыз? Бұл шұбалшандарды бөліп алудың бірнеше әдістері бар, тәсілдері. Мәселен, көкөністердің жәшіктері, бұлардың жаңа тесік-тесіктері бар. Осының үстіне жаңа субстратты, жаңағы қант қоссақ болады. Шұбалшандар қант жақсы көреді. Қант қоссақ болады. Тәтті болған және көкөністердің қалдықтары бола ма, деликатес болып саналатын нәрселерді салумен болсын, немесе жаңа кептірілген жаңа көнді алып, осының ішіне салып, оны кішкене қант қосылған жаңағы немен суғарып, осының үстіне салып қоятын болсақ, осы бұрттардың үстіне жақсылап қалап шығатын болатын болсақ, мынаның ішіндегі барлық шұбалшандар сол асханаға осы жәшіктің ішіне өтеді. Немесе пияздың сеткісі, жаңағы тесік-тесіктері бар, шұбалшан сиятын. Осының ішіне де корм салып, жаңағы үстіне сеткілерді қалап шығатын болсақ, осының ішіне де өтеді. Кейін осы сеткіні көтеремізді, жаңадан жасап жатқан бұрттардың үстіне барып, жаңағы шұбалшанды сала қоямыз. Олар арғырай осы гөнде осының ішінде бола тұрады да, корм таусылғаннан кейін арғырай ішіне өтіп кетеді. Бұл да солай. Бұны да аламыз да жаңадан жасалынған бұрттардың үстіне барып салып қоямыз. Ішіндегі кормы таусылғаннан кейін арғырай өтіп кетеді. Немесе біз жаңа айтып өттік, мынаның үстіне үсті жаңағы асхана деп. Осының үстіне 5-10 см корм береміз. Шұбалшандардың барлығы сол асханаға жиналады. Соны мынандай жиі айыр, мәселен, кәдімгі 4 ақа болатын болса, бұда 8 ақа, 8 несі бар, жаңағы жиі. Осымен аламыз да, бұлай жаңағы кормын, бетіндегі кормын осылайынша алып, арғырай бұрттардың үстіне тастап, аулавасақ та болады. Міне, бұл бұрттарды дайын болған өнімнен шұбалшандарды аулау тәсілдері.